Hello, I'm Mrs. Shanat. Welcome to my channel. Sizlerмен бүгін осы English language кітабы активті бойынша осы үшінші 9-шы сабақ және де module check 7, яғни осы модульді, осы бөлімді тексеретін тапсырмаларды жасайтын боламыз. Бұл бізде 83-84-85 беттерде. Арнаны алыстамаңыз, лайк басып, сабағым ұнаса, арнама тіркеліңіз. Енді қараңыздар. Exercise number 1, find the letters, яғни не дейді? 9-шы сабақ, әріптерді тап, write the words, сөзді, сөйлемді, сөзді жаз дейді. Мысалға бізде бұл бөлімде кітапта, мына сөздерді өттік. Jam дегеніміз бұл бізде варенье, тосап, jam деп айтамыз. Leg дегеніміз бұл бізде аяқ, van, фургон деген сөз, yo деген ойыншық ойнайтын. Енді мына жерде қараңыздар. Мынау сурет тұр. Осы жерде әріптерді табамыз. Мысалға бізде jam. Енді jam деген сөзді мына жерге бұлай жазамыз. Jam. Екіншісі ол бізде мынау бізде van. Дұрыс па? Мына қараңыз. Мына van. Мынау van. Мына жерге мына жазамыз. Van. Van деп жаздық. Үшіншісі ол бізде аяқ. Leg. Жазамыз. Leg. Бұл бізде мынау қандай ойыншықта? Yo деген ойыншық. Yo. Ал енді оны мына жерге жазамыз. Yo. Мына проблема осы. Exercise number 2. Choose and write. Таңда және де жаз дейді. What is it? Бұл не? It is a. Мына сурет тұр. Осы бөлімде өтпеген соның жазылуын қалай болатын табуымыз керек. Van деген бұл бізде фургон деген сөз. It is a van деп жазамыз. What is there on your leg? Сенің аяғында не бар дейді. Яғни бұның аяғында аздап не бар екен? Варенье төгіліп жатыр екен. Бұл бізде варенье тосап, бұл бізде jam болады. Сам аздаған jam. Аздаған тосап деп жазамыз. Сам jam. Келесі үшіншісі what is there on the van? Яғни осы фургонда не бар дейді, Ода не бар дейді. Фургонның үстінде не бар деп жатыр екен. Фургонның үстінде yo деген ойыншық тұр. Сол себепті yo деп жазамыз. Yo. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі ол бізде module check 7. Қараңыздар, осы 7-ші бөлімді тексеретін тапсырмалар жинағы екен. Бұл жерде жалпылама 100 ұпай болады. Сіздердің мұғалімдеріңіз осылардан тест сияқты алады да, осы бөлімде жалпылама түсінді, не түсінбеді деген сөзден кейін өздерінің бағасын қоятын болады. Жақсылап жұмыс жасағандарыңыз абзал, бұл 90-дық бағаларыңызға қатты әсер болады. Енді қараңыздар, бірінші ол бізде vocabulary, яғни сөздік бөлім. Қараңыздар, exercise number 1, read and match, оқы және де сәйкестендір дейді. Мысалға, мынау сөз тұр, осы бөлімде жалпылама осы бөлімде өткен сөздер. Мынау осы айна деген, ол қай әріпте тұр, соны жазымыз. Мысалға, бұл D әріпте тұр, сол себепті D деп жаздым. Мынау table, орындық, қай суретте тұр? Орындық. Table дегеніміз бұл бізде орындық емес, үстел. Үстел дегеніміз мынау G екен, мына жерге G деп жазамыз. Келесі sofa, диван деген сөз міне. I әріпі, мына жерге I әріпін жазамыз. Cupboard, буфет, немесе шкаф деп айтамыз, міне. Ол бізде I әріпі, I деп мына жерге жазамыз. Mat, бұл бізде кілемше, мынау J әріпі, мына жерге жазамыз. J. Lamp, лампа, мынау, бұл бізде H әріпі екен. Clock, сағат. Ол сағат емес, мынандай сағат ілінетін C деп жазамыз. Chair бізде бұл орындық. Қайсы жерде орындық бір? Орындық, ол бізде B сурет. Жазамыз. Bed деген. Қай жерде кәнекей? Мынау бізде төсек, мынау A сурет. A деп жазамыз. Armchair, бұл бізде кресло, міне. K әріпі екен. K деп жазамыз. Cooker деген ол бізде мынау газ плитасы, ол бізде қай әріпте тұр? F әріпінде тұр екен. Міне түсінікті болды деп ойлаймын. Grammar, грамматика, exercise number 2. Екінші тапсырма, write the plurals. Яғни көпше түрінде жазады екенбіз бұларды.
мысалға сандары беріп қойған, екі немесе одан да көп, уже бізде не болады, көпше түр болады. Оларға түбірінен не жалғанады зат есімге? S, ES деген көпше түрдің жұрнағы жалғанады. Ұмытпаңыздар. Одан кейінгі, қараңыз, 5, 5, clock деген сөз тұр. Clock-тың түбіріне S жалғасақ, сонда clocks болады. Сағаттар 5 сағатта. 2 дейді. Енді мына жерде baby деген сөз тұр ғой. Осы Y әрпі түсіп қалады да, оған I жалғанып, S деген жалғайды, babies болады. Сонда жазамыз 2 babies. Келесі 5 bus автобус, ES жалғаймыз. Сонда қалай болады? Buses. Автобустар. 4 watches болады. Сағаттар, қол сағаттар дейміз. Watches. Glass стакан. 6 стакандар. Жазамыз. Glasses. Box дегеніміз бұл бізде қорап. 3 boxes. 3 қораптар. Boxes. 3 boxes. 3 қораптар деп болады екен. Келесі exercise number 3, үшінші тапсырма. Read and put a tick. Оқы және те, мұнда тұсымсыз белгісін қой, or a cross x дейді. Немесе крестік белгісін қой дейді. Яғни мұна сөйлемде айтылып жатқан сөйлеміміз, мұна тұрған заттың орны бойынша демеу кетіп қойымыз керек. Мұнаған сәйкес келе ма, мұна сөйлемде айтылып жатқан сөйлем сәйкес келе ма. Егер сәйкес келсе, галочка тұсымсыз қоямыз, сәйкес келсе крестік қоямыз. Оқиық. There is a clock next to the box. Яғни қораптың жанында дейді, сағат бар дейді, бар ғой, дұрыс па? Сол себепті тұсымсыз қойды. Біріншісін қараңыз. There is a bookcase behind the mirror. Мынау айнаның артында кітап сөресі бар, бар ғой, дұрыс па? Сол себепті мынаны тұсымсыз белгісін құрамыз. Екіншісі, there is a lamp next to the cupboard. Мына буфеттің, шкафтың жанында не бар дейді, лампа бар дейді. Бізде next to жанында тұрған жоқ, ол үстінде тұр, сол себепті крестикті қоямыз. Үшіншісі, there is a mat дейді, in front of the sofa. Яғни диванның алдында мынау кілемше бар дейді, бар ғой, бар, сол себепті мынау тұсымсыз белгісін қоямыз. Келесі ол бізде қайсысы екен? 85-ші. Қараңыз, communication байланыс орнату деген сөз. Байланыс, Төртінші, exercise number 4. Look, read and match. Қара, оқы және де сәйкестендір дейді. Мысалға, мынау бізде сұрақ 1-ден 3-ге дейін екен, 0-ден 3-ге дейін, ал мынау бізде жауап ABC. Сәйкестендіреміз. Қараңыздар. What's your favorite street? Сенің сүйікті көшең не дейді? What's your, қандай дейді? Енді жауабы бізде бұлай сызықшамен жазады екенбіз. Осылай Green Street, жасыл көшесі, Green көшесі болады. Енді біріншісі, where is my watch? Менің сағатым қайда деп сұрап. Енді қараңыздар, жауабы қайсысы болады екен? Where is my watch? Менің сағатым қайда? Яғни, ол міне. Next to the book. Кітаптың жанында деп. What is there in your bedroom? Сенің төсегіңде, жатын бөлмеңде не бар дейді? Жатын бөлмемізде міне тұр екен. A big bed, үлкен төсек, және де on and TV. A TV. Яғни теледидармен төсек бар екен. Үшіншісі, how many windows are there? Қанша бөлмеңде, осы жерде қанша айна бар, терезе бар дейді. Ол мынау, қараңыз. There are 2 windows. Мұнда 2 терезе бар дейді. Listening, тыңдалу бөлімі менде жоқ, бірақ мына жерде бір түсіндіріп кетейін. Exercise 5. Listen and draw lines. Яғни тыңдайсыздар да, осылай сызықпен, сызық сызасыздар, осылай көрсетесіздер. Қай бөлме жайлы айтып жатқан болса тыңдап жатыр. Мысалға бізде бұл Elsa деген бізде кейіпкеріміз, бұл бізде осы кітап бойынша. Мынау бізде Cody, мынау бізде Carlos, мына қызымыз, мына кейіпкерді ұмытып қалдым. Енді осыларды айтады, аттарын айтады. Бірінші Elsa деп, Cody деп айтуы мүмкін. Сосын мынау бөлмелерді айтады. Мысалға мынау бізде қайсы еді? Мынау бізде bedroom. Дұрыс па, жатын бөлме. Мынау бізде не еді? Dinner. Тек қана тамақтанатын бөлме ма? Тамақтанатын бөлме. Dinner. Мынау бізде bathroom. Бұл жуынатын бөлме. Мынау бізде ас бөлме, kitchen. Асхана. Мынау бізде hall. Hall, коридор деп айтамыз. Мынау бізде living room. Living room қонақ бөлмесі. Осылар айтады, солай қай кейіпкер қай бөлмені айтады, осылай линия осылай жүргізіп аласыздар,
түсінікті болды деп ойлаймын. Егер өздеріңізге болып қалса осы тыңдалым менімен бөліссеңіздер өте қуанып қалар едім. Нұр үстінде нұр болар еді, сабақ түсіремін. Reading and writing, оқылым және де жазылым бөлімі. Book, read and write yes or no. Қара, оқы және де жаз, иә немесе жоқ. Yes дегеніміз иә, no дегеніміз жоқ. Қараңыздар. Cody and Carlos are in the living room. Енді бұл жерде мынау бізде беріліп жатыр сөйлем. Соған егер мына сурет бойынша дұрыс айтып жатса, иә деп yes деп жазамыз. Дұрыс айтып жатқан жоқса no дегенді жазамыз. Yes, иә. Yes, иә. Мынау no дегеніміз жоқ. There is a ball. Мына жерде Cody және де Carlos осы қонақ бөлмесінде отыр дейді. Бұл кітапты тапсырма орындағанбыз. Иә, дұрыс. Бұлар қонақ бөлмесінде отыр. Yes. There is a ball behind Carlos. Яғни Карлостың арқасында доп бар дейді. Карлостың арқасында тұрған жоқ, жанында тұр, иә, қасында тұр. Сол себепті no дейміз. Chico is front of the sofa. Мынау Chico деген болу керек, иә, ит осы диванның алдында дейді. Дұрыс. Алдында тұр. Yes. There are two clocks behind the sofa. Осы диванның артында 2 сағат бар дейді. Clocks, иә. Үнетін қабырға сағаты бар. Yes. Cody is next to the table. Cody үстелдің жанында тұр. Үстел міне жанында отыр. Yes. There is a lamp next to the table. Яғни үстелдің жанында не бар? Лампа бар дейді. Үстел жанында тұрған жоқ, ол үстінде тұр. Сол себепті болған не дейміз? Айтпады, no дейміз. Жалпылама осы. Бүгін сіздермен осы 9-шы сабақпен Model Check 7-ді аяқтадық, иә? 7-ші бөлімнің қайталау тапсырмалары еді. Жалпылама осы сабағымыз аяқталды. Келесі жолы мен осы 8-ші бөлімге байланысты сабақтар салатын боламын. Peoplesbook'тан активтен арнамнан алсамаңыз, адамды достарыңыз бөлісіңіз, және де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал сіздерге сәттілік. Our lesson is over. Bye bye.